Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Қайырлы күн. Бүгінгі сабағымыз есімше. Есімше етістіктің бір түрі. Бірде олар есім сөздердің қызметін атқарады, бірде етістіктің қызметін атқарады. Мысалы, салыстырып көрейік екі сөйлемді. Білгеннің жүзі жарық. Кімнің деген сұраққа жауап береді. Ген деген ол есімшенің жұрнағы, жалпы алғанда біл деген, білген деген етістік қой, не істеген деген сұраққа жауап береді. Бірақ бұл жерде ол етістіктің сұрағына жауап беріп тұрған жоқ. Кімнің жүзі жарық деп зат есімнің сұрағына жауап беріп тұр. Көрдіңіз бе? Сонда білгеннің деген сөз бұл жерде зат есімнің қызметін атқарып тұр. Ал енді екінші сөйлемді қарайық. Ол өзінің бірінші орын алатынын білген. Тура сондай құрамда етістік, бірақ не істеген деген сұраққа жауап беріп етістік болып тұр. Не демек, жаңағы біздің айтқанымыз сол. Бірде есім сөздің қызметін атқарады, бірде етістіктің қызметін атқарады. Енді осы есімшенің төрт түрі бар. Өткен шақ есімше, келер шақ есімше, үш түрі. Ауыспалы шақ есімше. Қараңыз, жұрнақтары ған-ген, қан-кен болса, ол өткен шақ есімше. Іс-әрекеттің бұрын болып кеткенін білдіреді. Ол осы институтта оқыған. Екіншісі келер шақ есімше. Жұрнақтары ар, ер, мысалы, өзде келіп қалар, келер шақ есімше. Әлі іс орындалған жоқ, әлі келген жоқ. Ауыспалы шақ есімше. Жұрнақтары атын, етін, итін. Мысалы, әкесі соғыс туралы көп айтатын. Көрдіңіз бе? Бұл ауыспалы шақ есімше. Тапсырманы көрейік. Есімшенің жұрнағы қайсы мынаның ішінде? Мына үшеудің ішінде есімшенің жұрнағы қайсы? Әрине, ған, ген, қан, кен. Болымсыз етістіктен кейін келетін есімшенің жұрнағы қайсы? Мынау есімше қалар, егер ол болымсыз болса, өзі де келіп қалмас десек, онда с деген жұрнаққа айналып кетеді. Ар, с-ға айналып кетеді. Бұл болымсыз етістіктен кейін келетін есімшенің жұрнағы. Үшінші, болымсыз етістіктен кейін келетін есімшенің жұрнағын айттық. Енді есімше тұлғасындағы сөз қайсы мынаның ішінде? Қарайын ба, қарайтын ба, қарады ма? Жаңа біз айттық, есімшенің қандай жұрнағы бар дедік? Атын, етін, итін. Демек, қарайтын, итін. Есімшеге тән емес қатар қайсысы? Айтқан еді, барғалы жүр, көрмек болды. Осының ішінде қайсында есімшенің жұрнағы бар, а қайсында жоқ? Есімшеге тән емес қатар. Тән емес қатар. Барғалы жүр. Екінші түрі етістіктің көсемше. Көсемше бірде істеудің, бірде етістіктің қызметін атқарады. Жұрнақтары а, и, ып, үпі, қалы, келі, қалы, келі. Салыстырайық, ол ауыр жұмыстан қатты қиналып ауырып қалды. Мына жерде қиналып деген ып жұрнағы бар көсемше. Бұл қалай ауырып қалды? Не істеп ауырып қалды? Көрдіңіз бе? Бұл қиналып істеу. Қайтып ауырып қалды? Істеуді білдіріп тұр. Сын сипатын білдіріп тұр. Қимыл сынын білдіріп тұр. Ал ол ауыр жұмыстан қиналып қалған десек, не істеді? Қиналып қалды деп, ол етістіктің қызметін атқарып тұр. Бірде істеудің, бірде етістіктің қызметін атқарады. Қайталап айтам, балалар, қараңыздаршы. Есімше бірде есім сөздердің, бірде етістіктің қызметін атқарады. Ал көсемше бірде істеудің, бірде етістіктің қызметін атқарады. Мынау а, и, ып, қалы, келі осы көсемшенің жұрнағы. Қарайық. Әр уақытта сабақты етістік болатын етістіктің қай түрі? Етістіктің қай түрі әр уақытта сабақты етістік болатын? Сабақты салт етістік деген, сабақты етістік, табыс септігін қажет ететін етістік. Етістіктің қай түрі? Баланы оқыту. Көсемше болса келмейді, өзгелік етіс болса ойнатқызды. Міне өзгелік етістік. Етіс осы әр уақытта сабақты етістіктің қызметін атқарады. Алдында тұрған сөздің табыс септігінде тұрғанын талап етеді. Көсемше тұлғалы етістік жіктеліп тұрған түрін табыңызшы дейді. Көсемше тұлғалы етістіктің жіктеліп тұрған түрін. Міне бітіпті, тозыпты. Ол бітіпті, ол тозыпты, үшінші жақта жіктеліп тұр. Жұрнақтары үп, бұл көсемшенің жұрнағы. Қай сөздің құрамында көсемшенің жұрнағы бар? Атын, етін, итін. Көсемшенің жұрнағы, бұл мынау есімшенің жұрнағы. Берер, бермес есімшенің жұрнағы. Сөйлер есімшенің жұрнағы. Сонда қай етіс болып тұр? Ұялмай.
Келетін сөзіндегі қосымшаға түсінік бер дейді. Келетін сөзіндегі қосымшаға түсінік бер. Бұл не келетін сөзінде қосымша? Атын, етін, итін. Кел, етін. Әрине, есімшенің жұрнағы. Тұрғалы деген сөздің құрамында қандай қосымша бар? Есімше ме, көсемше ме, тұйық етістік пе? Әрине көсемше. Қалы келі көсемшенің жұрнағы. Міне осылайша біз балалар есімше және көсемше деген етістіктің екі түрін өттік. Тағы да қайталап айтам. Есімше бірде есім сөздердің бірде етістіктің қызметін атқарады. Жұрнақтары міне қан-кен, ар, ер, атын, етін, итін. Қараңыз, ар, ер, бұл болымды жағдайда, а егер болымсыз жағдайға ауысса, ол сыға айналып кетеді. Осыған орай есімшенің үш түрі бар. Өткен шақ есімше, келер шақ есімше және ауыспалы шақ есімше. Егер ол қан-кенмен келсе, онда ол өткен шақ есімше. Ар, ырмен емес, сымен келсе, ол келер шақ есімше. Ауыспалы шақ есімше болады, егер ол атын, етін, итінмен келсе. Ал көсемше болса, бірде үстеудің, бірде етістіктің қызметін атқарады. А, Е, И, Ы, П, қалы келі деген жұрнақтары бар. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды балалар. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі сабаққа шейін аман сау болайық.